Neydi qarash? Ал баршаңызға сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде шок контент болайын деп тұр. Дәни уже өсіп қалды, Сильви да өсіп қалды. Енді екеуін кездестіретін сәт болды, достар. Енді мен Аруналардың үйінің алдына кеп тұрмын. Қазір пока что мен мұшығы далаға шыққанда қорқып дірілдеп жатыр, кәдімгідей. Білмеймін, бұл енді Сильвиді ұнатып қалады-ау деп ойлап тұрмын. Енді мен мұшығым бала ғой, Сильви қыз. Екеуін скоро, екеу бұдан да дәу болған кезінде екеуін үйлендірейін деп жатық, достар. Ал бүгін бізде кездесуі болатын болады, иә? Дәни қорқып жатыр. Жаным, өзі қорқып жатыр. Үйден шықпаған ғой. Мен мысығым вообще, достар. Енді қазір далаға шыққанымызға дірілдеп қорқып жатыр. Енді басына білесіздер ғой, достар. Мысықтар бір-бірін көрген кезде ырылдайды, басына бір-біріне үйрен салмайды. Енді көретін боламыз. Сильви енді үйін қызғанып, может мен Дәниемді ұрып жіберсе не істейміз? Достар, алып кеттік, екеуін кездестіреміз. Может, бір-біріне ғашық болып қалатын шығар. Алып кеттік, бастаймыз. Ал, достар, мен үйіне кірдім. Аруналардың пока ешкім жоқ. Что-то мына жақтарда. Что-то Сильви да көрінбейді. Көзайым жүр екен ғой нақта. Көзайым, бүгін біз Сильви мен Дәниді кездестірейін деп жатырық, прикинь. Қалай ойлайсың? Дәни өсіп кетіпті ғой? Иә, дәу болып кеткен ба? Бірінші сендер үйлеріңе алып келген едім, естеріңде бар? Кішкентай арық мысық еді. Қазір уже дәу өсіп кеткен, күніге тамақ вообще көп жейді бұл. Енді қазір Сильвимен кездестірсе қалай ойлайсың? Сильвиді ұнатып қала ма, әлі ұнатпай ма? Мен ойымша Сильви оны ұнатпайды. Ұнатпай ма? Қыз болғаннан кейін сәл-сәл бүйтетін сияқты ғой, өзінше болатын сияқты. Біздің мысық что-то қорқып дірілдеп жатыр, бөтен үйге келгенін біліп тұр ау деймін. Кеттік, Сильви еще опасны ғой, достар. Сильвиді ана қонжасына қамап қойдық. Қамап қойдыңдар ма оны? Міне, кеп қалдық, достар. Назым, мұшығы келді. Міне, Марғош, қара, Дәни. Қалайсың өзің? Жақсы. Екеуін бірдей келді арасында. Айтпақ болып қой. Қарасашы. Жатыр қамай ма? Жатыр қаватыр пока сол. Марғоштан қара. Дәни меді? Иә, Дәни. Иә? Маркус, жата дейді. Кән. Қандай сүйкімді баға. Соғы? Өшті ғой? Еще арық еді ғой, білесің? Бірінші алып келген кезде. Жатыр қаватқан сияқты. Иә, бөтен еще далаға шыққанда кішкене қорқытыр. Әдем болып қалған, иә, бірақ несін бәрі уже. Күшті қарап жатыр екенсің ғой. Иә, кәдімгідей. Барғашынан ай-ай деп жатыр көрдің бе? Ай-ай ма? Мұшық жақсы көреді ғой. Иә, міне. Иіскеп жатыр көрсей. Бүгін Сильви екеуін кездестірейін деп жатыр. Қанша 3 ай уақыт болды ма? болды ма? Иә, 3 айдай уақыт болды кездеспегелі. Енді бірақ біздің мысық что-то бөтен үйге келгенде жатырқап жатыр ғой. Мен ұнап қалдым ау, бірақ қарасай. Иә, жатыр ғой сізге, иә? Қарасай. Ұнап қалдым ау. Ол сенің мамасы екенін біледі. Иә, сол. Сізге мысықтар сразу келе береді, негізі. Хотя мен өзім мұшықты онша ұнатпаймын, бірақ мен жақсы көріп қалады. Сол. Білмеймін. Мысықтар жақсы адам таниды дейді ғой. Енді бүгін оны Сильвимен кездестірейік. Сильвиларыңыз бірақ капризный еді ғой. Бірінші кезде жақтыртпаған еді ғой. Сенікі жігіт қой, ә? Иә, жігіт қой. Қыз болған кейін капризный болады да сондай. Қазір енді Сильви келсе алдында бірінші келгенде жақтыртпай ұрғысы келген еді. Ырылдап ше. Енді қазір уақыт өткеннен кейін енді қызымыз ашылатын шығар. Біздің Сильви бой жетіп жатыр. Ой, Мен қарасаңыздар, Сильви уже қандай дәу болып кеткен. Сильви біздің мысықтан 2-3 ай үлкен ғой. Сильви қара, Дәни келді. Дәни келді. Дәниден қорқып жатыр. Дәни, қара Сильви. Сильви, Дәни қара. Екеуін кездессеңдерші. Құйрығын артына қаратып қалып қараса. Ойбай. Қой Дәни. Қызға қарамай қойған сен. Сенің Дәнің тормоз ғой. Тормоз болмасайшы. Давай, Дәни. Сильви, басай. Давай. Уже мүмкін. Қай сұрады? Сильви ұрады. Жай үйретейік. Жайлап. Сылдап жатыр, жақын. Сильви, қара Дәниді. Қолын ұстап тұр, Красавчик екен. Сильви саған келдік қой, саған бола үйден келдік қой. Сонша жерден Сонша жерден сені іздеп келдік қой. Сен мұшық бүйтіп жүретін еді ғой? Иә. Былай жүретін. Иә.
Сондай бір трюктар бар ма? еще андай бойлары да бірдей қарасаңыздар, хотя мен мысалы 2 ай кішкентай. Мына бала болғаннан кейін может дәу ма деп Сервиде қашып барады. Бұлар хозяиндар бір емес, иә? жоқ, хозяиндар бір емес. Иә. Ойбай, осы қашып атқан емес, тормоз болмасайшы, Дени, давай. Үйде сағынады. Сүйіп алсайшы. Дірілдеді. Іші дірілдеді. Мына өзі де іші дірілдеп жатыр, кірр деп жатыр. Вибрация сияқты ше. Иә, дірілдеп қорқып жатыр ғой. Аха. Уже біз Сильви шамал үйреп қойшы, Дени. Давай кесейші. Селеға барсақ. Өлі. Қойшы. Тормоз болған не? Алдында бардың ғой? Өлі. Ұрмақшы жатып алып. Жатып алып. Принцесса ғой біз. Өлі. Сильви. Қара, Дениді қараш. Өлі. Өлі қолын көтеріп отыр. Неқті қотыр қожайын болып отыр ғой? Өз үйімде жатырмын, атап деп Иә, отқан. сол ғой. Ал біз неге бірінші келген кезінде ше, кәдімгідей бұл қорқып сөйткен тұғын. Нау өзінше қотыр қожайын болған тұғын. Сүйкімді болып қапты. Иә. Алда бір тырық, зорға бет жүретін еді. Иә, еще тырық, еще көз бақырайып қалған, бет кішкентай еді ғой. Қазір адам болып қалды Сильви, сәсен. қарасай. Дениді қара. Нанға Дени. Денимді қара. Қарасаңдар, қапты face to Дениді. face жасасаңдар бір-бірлеріңе. Ой, байыспай. Қыз ғой. Келіп ашылып жатыр ғой. Ой, ұнап жатыр. Кәні Сильви, давай қолына кел. Давай, Сильвидің қолына кел. Үйреніп алды ма? Қолын қарасай. Чик-чик-чик. Иә, үйреніп жатыр бір-бірлеріне. Бір-біріне үйреніп жатыр. Иә, ана бағаны еркелеп қояды. Еркелеп қояды. Қош сен, вообще тормыз ғой. Тормоз болмасайшы, өлі тығылған нес. Үйде жақсылап үйретіп шықпайсың ба? Біз қазір қызға бара жатырмыз. Деп. Мама айтқан ғой, бұл қыз іздеп жүрген шығар, құтырып кетсе ше, переходной возраст шығар деп қояды бұ да. Біздің Сервин аяғы ауруханада сол операция жасатқанға, ана дәрігерлер айтқан, ол бір айдан кейін өзіне жігіт табуы мүмкін деді. Бір айдан кейін ба? Уже бой жетті ғой. Иә. Енді білмеймін сен, что-то Дәнин менсінбей жатыр ма? Біздің Дәнит менсінбей жатсың ба? менсінбей жатыр ма, не болып кетті? Еркелесей бағанағыдай. Давай, Кан. Сильви кел. Селю бағанағыдай еркелеші. Орын бар, қарай тартып жатыр. Жаным. Давай. Еркелейді бұл, еркелейді. Өзі біліп тұр, жігіт кеп тұрғанын ше. Менің осы үйдің мамасы екен біледі. Мен ұрсам кәдімгідей тығылып Тыңдаймын. Тыңдайды кәдімгідей. Мен ұрсам ғана столға шықпа, неге шықпа деп айқайлаймын. Бүгін гүлді төккен ғой кеше. Гүлді сындырған еще, терезедегі. Біздікі де сөйтіп жатыр. Біздікі мені тыңдамайды. Ойбай маған. Екеуін кесеңдерші. Бір-бірлеріне. Екеуі төбелес кетпесін. Үйреніп жатыр. Ойбай. Ойбай. Дәнет. Артына барады. Бүйтіп тұрға жігіт торымыз екен деп тұр. Өзім бармасам болмайды деді. Тыңдамасам болмайды деймін ба? Бір еркелеген едім деді. Кәні? Наттығып қалған ес? Дәне шық. Тормыз екен ғой. Ят болды ғой, позор шаштың ғой. Позор болып қалдық қой ма көзінше? Күтіп тұрмын. Негізі мен Назым онша мұшықты негізі онша ұнатпаймын. Бірақ біз Сильвидің кішкентайда масырап қой. Сүйкімді болды сол кезде ше. Сол кезде прям осыға махаббатым ашылды ғой. Хотя мен мұшықты Бұл негізі сүйкімді кішкентай ақ болып келді емес мұшықты пе? мұшық көрсем вообще желкенемін. Өз пародиясы. Үстіне шығып кетпесін. Ырылдасып жатыр. Сенікі әлі онша жігіт болмаған ау. Біздіңкі уже нормально болып қапты. Мен уже қыз болдым десе де, Сильви. Қарсатшы, үндемеш қара. Жанына түсіп алмақшы ғой. Жанына түсіп алмақшы ғой бүйтіп. Әлі көшбай қарай тұршы шама. Үстіне секіріп кетті ақ. Сен ма игрушкаларын көрсетсең? Игрушкалары бар мамалардың. Түрлі игрушкасы бар ғой. Что-то Сильви өзі бастамасам болмайды деп жатыр ғой. Біздің жігіт тормыз. Саным. Она қыз уже бой жетіп қапты. Бой жетіп қалды уже бұл, иә. Залға жерге көтерейін ма ананы? Керек болған деп. Иә, көтеріп алып шықшы. Неқа қарап. Аяғыз, мама жерге түсірейін. Сильви онда біздің жігіт болмаса, онда басқа жігіт іздейміз. Ырылдап жатыр ма? Ой, қарсы іздеп тұрсын.
алдында өйстіп издеваться еткен ғой, мен мысалы өйстіп тығылып тұрған төбесінен қарап тұрған ғой. Соны қайталап жатқан сияқты ғой, кек қайтарып жатқан сияқты ғой. Ырылдап жатыр ма? Онда осымен, онда аяқтайық, онда үлкен қылып әкелмесек Келесі по-моему, бір айдан кейін алып Иә, ол кезде уж. Біздікі жақында операциядан шықты еще. Ол кезде енді үйде дайындап келем ғой. Үйде дайындап келем ғой уже ше. Қызға баратырмыз, дайындалып, тормоз етпе деп ше. Жоқ, мына ұнап жатыр, қарасай. Иә, ұнап жатыр бірақ бұған. Ойбай. Жайлап. Сені деймін, бар ма? Сигір мамадас. Кетпесін ана жерде. Сол ғой. Тырнап алма мен мысығымды, ойбай. Алдында қашатын еді. Иә, қашатын еді. Қазір уже что-то ұнап жатыр. Иә, уже өсіп жатыр ғой. Бір күнге тастап кетесің бе? Мен мысығымды ма? Негізі бұларды бір күнге. Иә, бір күн, екі күннен кейін үйренеді екен. Аруларда қамап қояйық. Аруға кетінші. Мынау анада уже қыз болып, уже материнствосы ашылып жатқан кезде қамап қою керек қой. Ал достар, сіздерге осы видео ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Енді келесіде біздің мысықта уже 7-8 ай болып қалғанда уже алып келем ғой қайтып ше. Иә. Сосын Сильви біздің мысықтан екі қабат болса, құдай қаласа бала шағасын көретін боласыздар достар. Сильви мен Денидің бала шағасын Иә. Ютубер мұшықтар болады. Иә. Оларды еще ең активный бір оқырманымызға подарить ететін боламыз, достар. Так что біздің видеоларда активный болып отырыңыздар. Ал всем пока!